Азғантай болса да өзімнің үйренген тәжірибем бойынша жаңадан бастап жатқандарға бір жеңіл желпі, бірақ негізгісін атап өткім келіп тұр. Егер құспен айналысатын адам болса, промышленный емес, бір жүздік инкубатор, 150, көп болса 200 немесе 50 жұмыртқа сиятын инкубатордан бастаған жақсы. Қателессе әйтеуір күйіп кетпейді. Сол инкубатормен айналысу үшін жақсы инкубатор болу керек. Біріншіден, ол заводской болсын, қолдан жасалған болсын. Оны сол мұқият зерттеп, немесе білетіндерден сұрап, жақсы инкубатор алған жақсы. Аз ба ол көп сия ма, аз сия ма, оның айырмашылығы жоқ. Екінші жағдай ол инкубационное яйцо дейді. Оның да яғни оплоты бар, жақсы жерде сақталған, ұзақ сақталмаған. Тым ұзақ сақталмаса да өзінің қолайлы температурасында сақталған жұмыртқа керек. Үшінші инкубация дейді, яғни кестені сақтау керек. Кесте дегенде, кестенде ол қатып қалған кесте жоқ. Кесте қолына ұстап жүресің, жақсы адамдардың кестесін шамалап жүру үшін. Өйткені кесте сенің салған жұмыртқаңа, уақытыңа, инкубаторыңа, кішкене бір тұрған бөлмеңе факторлар әсер етуі мүмкін. Сондықтан қатып қалған кестемен жүрмесең де, кесте шамалауға керек. Әсіресе жаңадан бастап жүрген адамдарға кестені сол кесте бойынша жүрген жақсырақ. Бұл инкубатор, инкубационное яйцо және инкубация деген ол да бір бөлек бір тақырып, алда-жалда бір уақыт болып жатса, ғұмыр мүмкіндік болып жатса, онда бір қысқаша түсіндірерім инкубацияны. Енді осыған қатысты айтып болдық деп ойлаймыз. Келесі брудер. Енді біз тауық өзі баспағасын, өз бауырына баспағасын бізге міндетті түрде брудер керек. Брудер ұяшық, ұя деймі, балапандардың ұясы. Бұл ағаштан немесе жаңа темірден, кімде қандай материал, саман тас па, бұны да жеке тоқтауға болады негізі. Жаңадан бастап жүргендер үшін арнайы қалай жасауға болады, қолда бар материалмен жаңадан бастағандарға. Бұл міндетті түрде керек. Ол шыққан кезде 35 шама ұмытып қалып тұрмын, 38-35-те болады бірінші күні. Сосын жайлап түсе береді. Бүгін 38 болса шыққан күні, ертең 37 болады деген сияқты. Одан ары күні 36, одан күні 35 деп түсіп бір белгілі бір 30 градусқа дейін ба, жаңылмасам, температураны ұстап тұрады бұл. Бұның ішінде поилкасы болады, жем салатын жер болады, жаңа саңғырығы дейді ғой, қиы түсетін жер болады, мына суырма сияқты астында. Нагревательінде түр бар, жаңа инфрақызыл және лампа қолданады біреулер, спираль, қызыл жылыту жүйесі ғой қысқасы. Керамикалық лампа да бар. Ол түнге жақсы, мынау күндізге. Түнде сөніп тұрады, бірақ жылу беріп тұрады. Жарық бермейді, жылу береді. Керамикалық лампа, оны бөлек тоқталуға болады алдағы уақытта. Бұл жерде жем, комбикорм старт, комбикорм рост, комбикорм финиш дейді. Оны көбіне толыққанды бройлерлерге беріледі. Біздерге комбикорм стартты берсе жарайды, бастапқы бір айда. Артығымен айтқанда. Сосын қалған күндерге қарапайым жем немесе құрама жем, орысша айтқанда зерносмесь дейді, соны берсе болады. Зерносмесь деген бұл жерде 10 түрлі жемді бір-біріне араластырып тұрған сияқты, жаңағы бір қапшық тарыны, бір қапшық жүгері, бір қапшық шемекі, бір қапшық нут, бір қапшық бидай, бір қапшық арпаны араластырып зерносмесь қылады, құрама жем қылады. Жоғарыдағы комбикорм бұлар енді арнайы кептіріліп, сығылып, оның және құрамында нәрселер көп. Осы жемдерден қоса, тағы да қосымша нәрселер, ол бөлек тақырып. Осыны міндетті түрде жеміне мән береміз. Стартты ұмытпау керек. Комбикорм старт міндетті түрде берген жақсы. Тек бұның баламасы жоқ деп айтпаймыз, бірақ комбикормның ішінде құстың рационына арналған толыққанды, артық кемсіз толыққанды, егер сапалы маркадан алатын болса, толыққанды рацион бар, құсқа керекті. Жаңа белогы бар, углевод, минерал деген сияқты соны ұқсаған нәрселер есептелген.
Тіпті қандай құс бағып жатсын, соған да арналғандары бар. Бұларда қазіргі таңда не ғой, Богданович деген бар, маркалар бар, Пурина, Мегамикс дегендер шығып жатыр. Олар енді өзгере береді ғой, маркада тұрған ештеңе емес, әңгіме комбикормда және зерносыз емес құрамы жерде. Содан кейін пропойка жасаймыз. Чиктоникпен жасайды. Бұның аналогы гаматоник деген бар, қазір шықты. Немесе мына қолдан жасауға болады мына жерде. Келтірілген мына осыны скриншот жасауға болады. Бұны мен YouTube каналдан алдым. Миниферма деген, Золотухин деген, рас болса 60 жыл тәжірибесі бар адамның жасаған нәрсесі. Бұның да сілтемесі мен бұл кісінің осы айтқан сөзі. Егер толыққанды керек болса, сөзбе сөз несі бар менде. Place сақталып тұр. Бірақ осыны скрин жасап алып та осымен жасауға болады. Мынау рецепт па қалай? Немесе дайынын бере қоясың. Пропойкамен шектелесің. Немесе пропойкадан кейін кейбір құстар бар, кросстарға вакцинация жасайды. Ол енді бөлек тақырып. Осылардан кейін бәрін осы процедура біткеннен кейін плюс витаминдер беріп жүруге түрлі. Келесі, бұл міндетті түрде глистогон жасалады, яғни ішек құртқа, ішін құртын сүру үшін. Бұның да түр-түрі бар, жаңа альбен дейді, альбентас дейді, альбен бар, ивермек бар, сосын прозивер қазіргі жағдайда. Болмаса қолыңда қандай глистогон бар, жақсы. Қазіргі таңда осылар жақсы, осыларды қолданамыз. Ауыстырып та беріп тұрған жақсы дейді бұны. Денеде жаңа оның қысқаша айтқанда бұл жерде ивермек, прозивер және альбен. Осыны ауыстырып алмастырып беріп тұруға болады. Тауықтарға 20 күннен кейін, қаздарға 1 ай немесе 2 айдан кейін жаңылмасақ, бірақ тауықтарға мысалға алсақ, осы тауықтар 20 күннен кейін бастап беріледі. Уақытында бермесе, ішек құрттар өсіп, келесіде берген кезде әлі бермей кетуі мүмкін. Ол құстардың жеген тамағының сіңуіне кедергі болады да, құрт өсуіне. Сондықтан бұны беру міндетті. Бұл дезинфекция қысқасы, ол қораға байланысты. Йодовый шашка дейді, жаңа қораны түтіндету арқылы. Және извест, ол извест те жақсы, паразиттерді өлтіреді. Және барс, немесе барс болсын, басқа кез келген спрей құстың денесінің терісіне шашу арқылы бейіт, құрт, не жаңа сол нәрселерді, жәндіктерді өлтіреді. 1 ай бойы денесіне жолатпайтындай. Енді комфорт болу керек та оларға. Егер бұл керек жоқ, бірақ сонда да егер ауырып жатса, антибиотиктар ғой бұл жерде. Көбіне қолданады тетрациклин, менскоп бірдеген джек деген қысқасы. Антибиотиктар, оны әркім өзі білетін нені таңдаса да. Және ол қысқа жағдайда 10 градустан 15 градустан төмен болмау керек. Сол кезде қыста да туады. Несушкалар көбіне таза су әрдайым. Ракошняк тас деп жазылған. Бұл жерде ең басты кальций болса болды да. Ол сүттен аласың ба, мысалы творогтан, жүннен аласың ба, оны тастан аласың ба, рыба-костный мука аласың ба. Әйтеуір бұл жұмыртқаның жақсы болуына дейді. ПГС, құм және ағаштың күлі осылар болу керек. Температура және 10-15 градустан төмен болмау керек қысқа жағдайда. Бұл енді өз қолыңа толыққанды автоматты түрден толыққанды ручной өз қолыңа алған кезде, яғни тауыққа бастырмайсың, тауықтың шыққаннан кейін қойнына жатпайды, тауық тамақтарын тауып бермейді, құрт құмырсқасы. Ол тауықтың қасында жүрсе, тауық өзі ұйымдастырар еді. Ал сен условия тауықтың қасында болмағандықтан, бастырғандықтан инкубацияның басынан бастап, сен өз қолыңа алғандықтан өзің соңына дейін ұстап жүресің. Жеңіл желпі, көп уақыт алмайды. Керісінше тауықтан да артық нәрсе. Жақсы себебін жасасаң, жақсы нәрсе нәтиже болады, Құдай қаласа. Сондықтан бұл осыны істесең, жеңіл желпі, пайдасы көп бұйыртса.